Достар, бәріне сәлем. Бүгін дисциплина туралы айтқым келіп кетті. Мұғалімдік мінезім қосылып дегендей. Дисциплина ол бір нәрселерді уақытылы өз уақытымен жасап тұру. Мысалы, таңертең тұру, жаттығулар жасау, немесе әртүрлі, әр адамның өзінің бір нәрсеге деген қызығушылығы болады, сол қызығушылығын жасап тұру. Мысалы, менен көп сұрайды, сіз әр нәрсені жасап жүресіз, жаңа нәрселер жасай аласыз дегенде, бір нәрседен екінші нәрсеге өтіп кетесіз деп айтып жатады. Жалпы мен сол нәрселерді жасамас бұрын, оны қалай жасаймын, оған қалай жетуге болады, қанша уақыт маған беріледі дайындық үшін. Мысалы, бір салада эксперт болу үшін не істеуім керек, өзімді қалай дамытамын дегендей нәрселер миымда тұрады, сосын мен ол нәрсеге барамын. Жалпы менің мінезім ол дисциплина, тиянақтылық туралы. Және мен өзімнің кейбір кездері депрессияға түсіп кеткенімді ұнатпаймын. Депрессия ол неден болады? Сол істеп жүрген нәрселерің кей кезде қызық емес болып қалуы мүмкін. Сол кезде мен негізі қызығушылық менен тез қашып кететін адаммын. Бірақ дисциплина есіме түссе, жасау керек, не үшін жасап жүрмін дегенде сондай ойлар келетін болса, мен оны қайтадан энергия жинап, шабыттанып жасаймын. Менің ойымда бірінші ақша тұрмайды. Өйткені ақша дегенде, қалай десем, мен кей кезде бір аш қалудан да қорықпаймын. Өйткені ашығып та көрдім, бір айлап та ашықтым, тамақ ішпей де жүрдім. Әр жазда мен тамақты аздау жеугенді ұнатамын. Жалпы қазір кешкі асты да жеуді қойдым дегендей. Жалпы адам үшін тамақ көп керек емес екен ғой. Біз үйренген, қазақ халқы үйренген дәстүрлі тамақтар дәмді, бірақ олардың көбі біздің ағзамызға пайда әкелмейді. Кейбір кезде тым майлы, кейбір кезде сол жейтін тамақтардың уақыты дұрыс емес. Сосын оннан жасалған тамақтар өте көп болуы мүмкін. Сондықтан жалпы адам үшін көп тамақтанудың қажеті жоқ. Адам үшін жалпы 8-9 сағат тынығып ұйықтаған пайдалырақ тамаққа қарағанда. Сол біздің ағзамызға көбірек энергия береді. Сол мен айтайын дегенім, мысалы, ақшаны уайымдай берсең, ол кете береді. Болмай өзіңе жоламайды дегендей. Жалпы менің уайымға түсіп кететінім, мен не істеп жүрмін, мен мысалы өзімнің оқушыларыма қараймын, келетін басқа жағынан клиенттерге қараймын да, кейбір кезде күйзеліске түсіп кететінім бар. Не үшін керек адамдар, мысалы ағылшын тілі не үшін керек, соны көбі түсінбеуі мүмкін. Бұлайша біледі, жаттау керек, оқу керек, бірақ оны істегісі келмейді. Спортқа байланысты да, спортта мынау керек, жақсы деп оны бәрі біледі, бірақ оны жасауға энергиялар жетпейді. Күші жетпейді деп айта алмаймын, өйткені спортта әрбір адамның күші өзі келгенінше жасайды ғой. Жалпы мотивация жетіспейді. Жасап жүрген нәрсенің бағалануы жетіспейді. Сол көп адамдар жасағысы келмесе, мысалы, оқығысы келмесе, спортпен айналысқысы келмесе, мен тез сол энергияға түсіп кету мүмкін. Сосын ойлаймын, не үшін мен істеп жүрмін оны? Не үшін маған керек деп. Сол, сондай істерде бола ма?